Ыбырай Алтынсарин. Қарабатыр деген ерді бала күнінде түрікпен барымташылары ұстап алып, еліне апарып қой бақтырыпты. Аш жалаңаш сақтап, жөнді тамақ бермеген соң бала далада жүрген қойлардың сүтін сауып күн көріпті. Bir күні бала далада қамығып, жылап отырған кезінде қасына бір қарға келіп қонады. Сонда бала қарғаға айтады: «Қарғалар-ай, қарғалар, қаңды көрсе жорғалар, тұмарымды алсана, біздің елге барсана, сағынып жүрген әкеме тұмарымды берсана». Сонда қарға бір қарқ етеді де ұшып кетеді. Bir mezgilden soң сауысқан келіп қонады. «Ей сауысқан, сауысқан, өлексі жеп тауысқан, тұмарымды алсана, біздің елге барсана». Сонда сауысқан шыр-шыр етеді де ұшып кетеді. Кейінірек қаз келіп қонады. «Ей қаздар-ау, қаздар-ау, сізге барды наздар-ау, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Сонда қаз қарқ-қарқ етеді де ұшып кетеді. Сонан соң аққу келіп қонады. «Көлден ұшқан қуларым, құс төресі туларым, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Сонда аққу көнбей тұрады да ол да ұшып кетеді. Сонан соң қарлығаш келіп қонады. «Ей қарлығаш тамыр-ай, жауда болдым қалар-ай, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Сонда қарлығаш ары ұшады, бері ұшады, баланың сөзін қимай қолына келіп қонады. Сонда бала ойлайды: «Әкем тұмарымды көріп таныса да, қай елде екенімді біле алмас» деп қолын пышақпен қанатып, тұмар үстіне түрікпен таңбасын салады да қарлығаштың мойнына байлап, өзінің туған жерін, ата-анасының тұрған жерін айтып, қарлығашты ұшырып жібереді. Қарлығаш ұшты аспанмен, бала айтқан жоспармен, асқар-асқар таулармен, айдын шалқар көлдермен, батпақ лай шөлдермен, түрлі-түрлі жерлермен, қос қанатын қамшылап, аспаннан қатер көрінсе, таса жерді жамшылап, үстінен тері тамшылап, неше